Астанада түс уақыты. Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі. Армысыздар, Авторадио Қазақстанда жаңалықтар. Микрофон алдында Мақсат Арат. Жылы Қостанай облысында жол апатынан 3 адам мерт болды және 3-еуі зардап шекті. Оқиға 16 желтоқсан күні түстен кейін Қостанай Әулиекөл Сұрған жолының бойында болған. Алдын ала мәліметтер бойынша Volvo мен Toyota Alphard көліктері бір-біріне соғылған. Жол апатынан 3 адам сол жерде көз жұмды, тағы 3-еуі Әулиекөл аудандық ауруханасына жатқызылды деп хабарлады облыстық полиция департаменті. Қазір полиция тергеу бастады. Алматыда өрт сөндірушілері 4 баланы құтқарды. Наурызбай ауданының Жүнісов көшесінде орналасқан көппәтерлі тұрғын үйдің бірінші қабатындағы дүкенде сөрелері жанған. Өрт сөндірушілері баспалдақпен жоғары қабаттағы 30 тұрғынды эвакуациялады. Түтінге уланып қалудан сақтайтын құтқару қалпағының көмегімен 4 бала сыртқа шығарылды. 60-қа жуық тұрғын өздері көшеге шықты, зардап шеккендер жоқ. ақш-тың жаңа сайланған президенті Дональд Трамп Ресей президенті Владимир Путинмен де, Украина президенті Владимир Зеленскиймен де Украинадағы соғысты тоқтатуға байланысты қалай сөйлесетінін айтты. Флорида штатында 16 желтоқсанда өткен баспасөз мәслихатында Трамп Украина-Ресей соғысы туралы бірнеше мәлімдеме жасады. Ол сұмдық соғысты мүмкіндігінше тез аяқтағысы келетінін тағы да айтты. Трамптың сөзінше екі жақтан да адам шығыны көп, ал майдандағы жағдай тым нашар. Бұған дейін Трамп екі жақтан да жүздеген мың адам қаза тауып жараланған деп мәлімдеген. Киев Украинадағы адам шығыны Трамп дерегінен аз деді. Мәскеу қанша сарбазынан айырылғанын 2 жылдан астам уақыт бойы айтпай отыр. Трамптың сөзінше Украина президенті Владимир Зеленский Ресеймен келісімге келуге дайын болуы керек. Сирияның бұрынғы президенті Башар Асад үкімет құлағаннан кейін Telegram желісінде алғашқы мәлімдемесін жасады. Бірақ желіні кімнің жүргізіп отырғаны белгісіз. Жеке парақшасында Асад елден қашып кету мүлдем ойда болмағанын сын сағатта Латакия провинциясындағы Хмеймим әскери базасынан Ресейге эвакуацияланғанын жазды. Онда экс-президент әскери қимылдарды бақылау үшін барған. Ресей билігі шұғыл Асадты әуе жолымен Мәскеуге жеткізеді. Сондай-ақ ол ешқашан отставкаға кетуді жеке партиядан ұсыныс алуды көздеген емес. 27 қарашада Сириядағы қарулы топ елге басып кіріп, 11 күнге созылған соққыдан соң Дамаскіні өз елігіне алды. Іле-шала жарты ғасыр Сирияға үстемдік еткен Асад үкіметі құлады. Жаңалықтарымыздың келесі топтамасы 1 сағаттан кейін. Мақсат Арат жолы, Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі. Ауа райы болжамы. Бүгін Петропавл мен Көкшетауда 7 градус суық, Қостанайда -6, Павлодарда -13, Екібастұзда 10 градус, Түркістанда -10 градус суық, Түркістанда -2, Шымкентте 0 градус, Тараз бен Қызылордада 3 градус суық, Атырауда +2, Ақтауда жаңбыр жауады 8 градус жылы. Ақтөбеде қар жауады -3, Оралда да қар жауады -1. Семей мен Өскеменде 13 градус нөлден төмен, Қарағанды, Теміртау мен Талдықорғанда -10, Жезқазғанда 8 градус суық. Балқаш пен Астанада -11, Алматыда -7. Авторадио. Алға қозғалыс.